Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін Қазақстан құрамасының жалпы әйелдер мен ерлер арасындағы боксшыларымыздың арасынан 5 боксшы шаршы алаңға көтерілетін болады. 54 келі салмақ дәрежесінде Жайна Шекербекова, 60 келі салмақ дәрежесінде Рима Волосенко, 63,5 келі салмақ дәрежесінде Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы, 71 келі салмақ дәрежесінде Асланбек Шынбергенов және 92 келі салмақ дәрежесінде Айбек Оралбайлар бүгін өздерінің кезекті кездесулерін өткізеді. Алғашқы болып қазақстандықтардың атынан шаршы алаңға көтерілетін 54 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін әйелдер құрамасының боксшысы Жайна Шекербекова. Жайнаға қарсы шаршы алаңға нигериялық Шукура Карим есімді боксшы қыз қарсылас атанатын болады. Олардың жекпе-жегі күндізгі уақыт 15-15, яғни 3-тен 15 кеткен кезде. Одан кейін түнгі сессияда 60 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Рима Волосенко бұл турнир барысындағы өзінің 4-ші жекпе-жегін өткізетін болады. Оған қарсы словакиялық Мирослава Единакова есімді боксшы қыз қарсылас болатын болады. Бүгінгі боксшыларымыздың арасындағы рингке шығатындардың арасынан Риманың жекпе-жегінің жүгі ауыр. Себебі ол Париж Олимпиадасының жолдамасына таласатын болады. Одан кейін ерлер құрамасынан 1-3 боксшымыз жарыс жолын жалғастырады. 63,5 келі салмақ дәрежесінде Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы өзінің осы турнир барысындағы екінші кездесуінде болгариялық Радослав Росеновке қарсы жекпе-жек өткізетін болады. Ал түнгі сағат 1:30-да команда капитаны Асланбек Шынбергенов польшалық Дамиан Дуркачқа қарсы бұл турнир барысындағы өзінің екінші кездесуін өткізеді. Ал қазақстандықтардың атынан ең соңғы болып шаршы алаңға көтерілетін түнгі сағат 3-тен 15 минут кеткенде 92 келі салмақ дәрежесінде Айбек Оралбай оңтүстік кореялық Юн Ха Нылға қарсы ол да бұл турнир барысындағы екінші айналымны шаршы алаңға көтеріледі. Тағы да ақпарат ретінде айта кететін жайт, бұл турнирде ұлттық құрама боксшыларын қолдауға 2013 жылғы әлем чемпионы Біржан Жақыпов, 2012 жылғы олимпиада чемпионы Серік Сәпиев, 2000 жылғы олимпиада ойындарының күміс жүлдегері Мұхтархан Ділдәбеков, 1996 жылғы Атланта олимпиадасының чемпионы Василий Жиров боксшыларымызды бүгінгі күнде қолдау үшін арнайы сапарға барған екен. Одан бөлек бүгінгі күнде Қазақстандағы ұлттық олимпиада комитетінің президенті, аңыз боксшы, кәсіпқой бокста 3 тұжырым бойынша бұрынғы әлем чемпионы, олимпиада ойындарының күміс жүлдегері, әлем чемпионы Геннадий Геннадьевич Головкин де ширек финалдық кездесулерді тамашалап боксшыларымызға қолдау көрсетуге арнайы баратын болады екен. Мінекей достар, боксшыларымызға сәттілік тілеп қойыңыздар. Жоғарыда айтып өткендей, бұл өте жауапты жарыс. Осындай сәтте біздің қолдауымыз боксшыларымызға өте маңызды. Қазақ бокс жасасын. Баршаңызға сәттілік.